Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай қатпарлы самса пісіреміз. Видео барысында осы қатпарлы самса қамырының құпияларын ашамын. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамыр илеу бастаймыз. Ұнымызға қопсытқышты, сұйық майды, су қосып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Өте жұмсақ қамыр бұл қатпарлы самсаның қамырының ең бірінші құпиясы. Қамырды әбден илеу қажет, кемінде 5-10 минут. Енді қамырды дастарханға түсіріп, тағы да 5 минут илейміз. Қажеттілігі бойынша ұн себуге болады. Қамырымызды целлофанға салып 10 минутқа ию қанғанша қалдырамыз. Қамырды өзіңіздің жаюыңызға ыңғайлы күлшеге бөлеміз. Екінші құпия. Жүгері крахмалын ұнмен бірге бір мөлшерінде араластырамыз. Және қамырды жаю барысында арасында сеуіп отырамыз. Сол кезде жайған қамырымыз жабыспай тегіс болып түседі. Үшінші құпия ол қамырды өте жұқа етіп жаю қажет. Жайылған қамырымызға үй температурасында тұрған сары майды жағып шығамыз. Қамырымызды рулет тәрізді тығыз қылып ораймыз.
Қамырымызды целлофанға салып 30-40 минутқа мұздатқышқа қоямыз. Екінші күлшемізді де дәл осылай жұқа етіп жайып, бірақ арасына құйрық май мен сары майды ертіп жағамыз. Құйрық май мен сары майды араластырып жаққан кезде самсаның дәмі өте ерекше болып шығады. Енді салмамызды әзірлейміз. Жуаны өте майда етіп тураймыз. Тұзда бұрыш қосып және шамалы зира қосып жақсылап араластырамыз. Қамырымызды шағын бөлшектерге бөлеміз. Екі жағынан қысып, күлшелейміз. Шамалы ұн сеуіп жаямыз. Төртінші құпия. Қатпарлы самсаның шағын күлшелерін жаю барысында оларды қалыңдау жаю керек, сонда оның қатпарлары шығады. Енді самсаларымызды жасаймыз. Қамырымызға етті салып, осылай үш бұрышты етіп ораймыз. Жұмыртқаның сары уызымен жағып шығамыз. Самсаларымыз екі түрлі қамырдан әзірленуіне байланысты құйрық май мен сары май қосылған қамырға мак септік және сары май ғана жағылған қамырдың үстінен кунжут септім. Самсаларымызды духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Қамырына құйрық май мен сары май араластырып жаққан қамырымыздан шыққан самсаны кесіп үшін көрсетейін. Самса өте ыстық.
іші осындай қатпарлы болып шықты қамырымыз. Жақындатып көрсетейін. Ал мына самса қамырына тек қана сары май жағылған. Бұның да қамыры қатпарлы болып шықты. Самса өте ыстық. Мінеки достар, бізде осындай өте дәмді қатпарлы самсалар шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика.